Қазір енді біздер сіздермен глоссарий бойынша жұмыс жасаймыз. Глоссарий бойынша сіздер терминді және оны анықтамаларын жаздыңыздар. Осы уақытқа дейін өздеріңіз оқыған ғылыми мақалалардан, оқулықтардан, соның сәйкесінше сөздіктерден келіп, енді бүгін сол терминмен жұмыс жасаймыз, глоссариймен. Ол үшін қазір өздеріңіздің глоссарий дәптерлеріңіздегі жазған терминді қайталайсыздар 1-2 минут. Сосын сіздердің дәптерлеріңізді бір-бірлеріңізбен алмастырамыз. Ондағы тапсырма мынандай болады. Сіз өзіңіз жазған глоссарийдегі терминді табуыңыз керек, ал оны сіздің дәптеріңізді қарап отырған әріптесіңіз жұмбақтайды сізге. Жұмбақтау кезінде дефинициядағы, яғни терминнің анықтамасындағы сөздер мен сөз тіркестерін қолданады, бірақ анықтаманы толық бермейді. Сіз соны біріншіден терминін табуыңыз керек, екіншіден анықтамасын толық қалпына келтіруіңіз керек. Жаңағы әріптесіңіздің қойған, ұсынған сөз тіркестері, сөздері немесе сұрақтары арқылы. Түсінікті ғой, иә? Қайталап алыңыздар, ойын. Қайталап алдыңыздар ма? Жарайды. Дәптерімізді бір-бірімізге ауыстырамыз. Енді қазір бірінші Гүлжайнар апайымыздың глоссарий бойынша жұмбақтаймыз бір терминді. Айбат екеуміз. Айбат бірнеше терминді жұмбақтайсыздар. Қоя беріңіздер. Бұл термин неге байланысты? Бұл термин контекстке байланысты, негізі аялық білімге байланысты. Айбат осыны қоймай үнемі кесетінім қайда? Кеше алып едім ғой, кесетінім қайда? Бұл, яғни жаңағыдай аялық білім бағандайы ғана адам бір-бірін түсінеді. Түсірілген сөздерді контекст арқылы, мәлімет арқылы түсінеміз, түсінеміз. Қандай мағына береді? Анықтамасы? Білдіретін мағынасы не деген дейді? Білдіретін мағынасы сарғыш термин жасырыңыздар. Түсіндірмайын тапсырмаңыздар. Бұл қарым-қатынасқа байланысты, біріншіден. Осы менің осы мысалыма Гүлжайна апай, сізден өтініш жауап беріңізші. Осы сөздің сипаты ма? Иә. Осылай дегеннің сипаты ма? Өтініп сұрайды сізден жауап беріңізші. деген бар. Элоктивті деген сөз. Бұл
Иллокутив дегенimiz бұл сөзге рең беру дегенді білдіреді. Иә, сұрау белгісі бұйрықты сөйлем арқылы білдіреді деген. Иә, сөз айтылымының коммуникативтік бағытын сипаттайды. Ол мақұлдау, сұрау, білу деген сияқты. Жақсы. Жақсы, екі терминді түсіндіңіздер ғой? Жарайды, енді құралайдың глоссарий бойынша құралайға айбат пен өлеңді сіздер сөз жұмбақ жасайсыздар, терминмен сипаттайсыздар, терминді табуға келеді. Сізге сұрақ қойғанша айбат пен дәптерді отырыңыз. Дастархан басында әңгіме айту, киіз айту, мысалы, ол қандай Динаның ең үлкені десек. Гипержанр. Гипержанр. Гипержанр деп отырғанымыз жанр ішілік сол сөйлесу нормаларының бірінен бірі ауысуы. Бірнеше жанрлар. Бірнеше жанрлар бірігуі, үлкеюі. Гиперүлкеюі. Мысалы, қазіргі аталарымыздың бата айт дегенде, басын батамен бастап айтады да, артынан 2 жас бақытты болсын, бүгінгі тілек қабыл болсын деп. Бұл жанр ойды, бір жанр ойдқа айналуы ғой. Оны жаңа өзіңіз айтқан мысалды өзіңіз жанр ойды деп айттыңыз. Иә. Бірақ шымбақтап отырғаны гипержанр. Тағы бір сөзді айтайық. Жаңағы батадан текке көшуі, батайды отырып тілек етіп кетуі, араластыруы, отбасындағы жанжалдар, Сәрекеттер. Сәрекеттер не дейді? Жанр ойыттар ма? Жанр ойыттар дейді. Мен жетмесін. Жарайды, анықтамасын айт дейді. Жаңағыдай ғой, жанр ішілік сөйлесу нормасының біріне бірі алмасуы, біріне бірі өтуі, жаңа айтқан. Мысалға, отбасында бір күшті әңгіме айтып отырып, ол сұхбатқа ұласып кетуі мүмкін, немесе сұхбаттың арты жанжалға тудыруы мүмкін деген сияқты. Иә, сол жанр ойыттар. Жарайды. Енді айбатқа құралаймен өтең қандай терминді жұмақтайсыз? Бұл біріншіден мінезге қатысты. Айбат мінезге қатысты. Мінезге қатысты. Нені үйде өзім болса келмейтінмін деп ойлайды. Иә. Бірақ мен айбат сені өзім досым деп санаймын. Гүлжайна апайды да досым деп санаймын. Так, бұл онда бізде бәріміз достармыз. Экстраверт. Яғни ол? Яғни бұл адамдардың жалғызсырайды адамдардың бірлігі. Бұл жерде яғни жалғызсырайды адам бейнесіндегі жатақ тип түрі ғой. Мінездің типі жалғызсырайды адам. Оның досым деп айтады. Бірақ ол достар. Бірақ ол жаңа интроверттен айырмашылығы неде? Бұл жерде яғни сіз досым деп атайсың, бірақ ол өздігі араласпайды адамдармен. Шынайылық құрылмайды. Бірақ шынайы қарым-қатынас жоқ. Жақсы, екіншіден таптық ол біріншіден. Екіншіден
әңгіме, поэма, поэзия дегеніміз не бұлардың бәрі? Біраз сөзбен жинақтап айтқанда. Иә, жинақтап айтқанымызда не бұл? Поэма, поэзия, әдебиетте не деп аталады? Жанр. Жанр деді, ал дискурста жанрдан айтамыз. Яғни бұл дискурста әдебиетте жаңағы мысалы жанр дейміз, біз кейбірде поэтика дейді, ғылымдармен дейміз, поэтика деп отырған ол көркем шығарма құндылықтан бар болысымен айқындайтын жүйе туралы ғылым болса, ол дискурста яғни тілдік жеке тұлғалардың яғни өзара әрекеттесуіндегі коммуникативтік әрекеттерін яғни вербальды әдісі. Вербальды. Жарайды.